Мә, құрметті достар, қараңыздаршы, мен фураға өзім бірінші рет отырып тұрмын да. Мынау Шымкенттен Күйік деген перевал бар ғой, в общем, фураларға обал енді мен айтамадым, мына жолдың жаңағы. В общем, нольмен жүресің ғой. Жаңа еще бұл фуралардан, мысалы да, ар жақтан камера сені күтіп алады. И сен ана жақта жол бар екен, негізі әдемі теп-тегіс жол ше. Мына шаңды қарасаңыздаршы, ішке кіріп мына жерде в общем қақалып отырып қой қазір ше. Ақшалы екен, ана жақтан күтіп алады камера. Ана жолдың тұрысын қараңыздар, мынау. Білмеймін мен, хотя бы үкіметтегі вертолетпен ба келіп көріп кетсеңіздерші, мына жерде істеп берсеңіздерші, еще пәленбай жолда төлейді ақша деймін да. Еще білмейтін фуралар, сіздер мына жолмен шығады екенсіздер. Сіздер бұл жолмен емес, ана жолмен шықсаңыздар болады негізі. Соны айта кетейін сіздерге. Мынаны қарасаңыздаршы, құрметті достар, айта алмаймын мен мынау. Құрметті жоғарыдағы ағаларский, мынаны істеп берсеңіздерші. Мына жолда уже екінші фура көріп атым да, құрметті достар, дөңгелектер жарылып қалған ғой. Ойласаңыздаршы, бір дөңгелектің өзі мен естуімше 200-300 мың тұрады фураның дөңгелегі. Енді ойлай беріңіздер да, білмеймін, халықты ойлайтын адам бар ма өз Қазақстанда? Су кетіп қалған. Қараңыздар мына фураны енді. Су кетіп Мен қалған. 3-ші ма 4-ші фура көріп отырмын мен уже.